Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қандай тағам жасасам болады деп ойланып отырған аруларымызға осындай идея қалдырғым келіп отыр. Дәл осы рецептпен жасап, асхана ханшайымы болыңыздар. Және де қонақ келгенде де жасасаңыздар да әдемі көрінеді және дәмді өте керемет шығады. Ең алдымен мен күрішті бұқтырып пісіріп алдым. Брокколиді 10 минуттай қайнатып пісіріп алдым. Сосын тауық қанаттарын осылайынан жуып, жақсылап тазалап, осылай бөлшектеп алдым. Бөлшектеп болғаннан кейін тауығымызды мариновать етіп аламыз. Дәміне қарай қара бұрыш, паприка, тұз, майонез, томат пастасы және де 2 тіс чеснок салып, барлығын жақсылап араластырып, 190 градуста қызып тұрған пешіме салып, 35-40 минуттай пісіріп алдым. Осылай күшті болып пісті. Енді помидорларымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Қиярымызды де осылай ұсақтап турап аламыз. Енді тағамымызды жинасақ та болады. Бірінші күрішімізді салып аламыз. Үстіне қиярымызды осылайынан бір шетіне, 2 бетіне бөліп саламыз. Одан кейін қызанағымызды дәл солай 2 бетіне 2-ге бөліп саламыз. Енді брокколиімізді тоже солай 2-ге бөліп саламыз. Сонда әдемі көрінетін болады. Піскен тауық қанаттарын да осылайынан саламыз. Кукурузымызды да осылайынан салып шығамыз. Менде консервированный кукуруз. Ең соңында бетіне картошка фрейімізді осылайынан әсемдеп салып шығамыз. Қараңыздар, өте әдемі көрінеді. Және дәмді болып шығады. Жеңіл тағам десек те болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналға тіркелмесеңіздер тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, комментария жазып, қоңыраушаға басып кетіңіздер. Сіздермен болған Жанна. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.